Туған шерінің қателеріне миннетарлық білдірувнен шең тур. Рус бомбалар ile йықылған Мариуполь драма театрының артистлері ишғал етілген Қырымда бірқач керек концерт берділер. Ялта Ақярве Ахмежитнің саналарында үч стюардессаның бір учучунун юреги үшін күреші ақында «Бүйік рисклі ашқ» адлы француз спектаклінің русча адаптациясы көстерілді. Когда меня нет, ты ведешь себя прилично? Мариуполь труппасы да doğrusu Рус ишгаленден соң ондан қалғанлар Қырымлы сейіржілерге курорт ашқылар ақында екееті алтын тауық масалындаки қараманлар кебі кейініп, Чеховның шақажы вәдевелеріні саналаштырайды. Енгел чықышулар артистлерінің женгінің ең шиддетлі вақтында Мариупольның дешетлі кейлері үшін көзге чарпмаған бір фон олды. Ләкен шерлерінің азапларында ким қабатлы олғаны ақында бір сөз біле айтылмады. Вот сейчас даже к нам приходят и воины СВО, приходят, и мы куда-то выезжаем, там к ним показываем спектакли. В принципе, у них одно пожелание: можно нас не грузить политикой. Иралда Мусиенканың иждеші ишгалден евел артистлерінің умыры не қадар ағыр олғанындан шикает ете. Санкедерсін оларны спектакльлерні украинлештірмеге мечбур ете екенлер. Нетижеде Яман Бандерлер драма театрынден туған рус тіліні бұтынлей қувды дейлер. Асылында театрның репертуары рус бомбалары ile yok етілгеніне қадар рус, украин ве чет мемлекетлерінің эсерлерінден ибарет еді. 25 чықыштан тек оны украин тілінде олайды, қалған 15-і рус тілінде ойна. Бұл есе Мариуполь драма театрының ишгалжы баш мудиры Игорь Солонин. О Қырым тешвиқат матбуатына берген изатларында ишгалжылер деврінде санатны севмек үшін өз мотивлері олғанын аңлата. Бұл есе ақча. То есть спектакль где-то по Украине 50 тысяч гривен, в эквиваленте на рубли это около 150 тысяч. Сейчас вот «Бедность не порог», бюджет спектакля 6 миллионов. Бүйік женг вақтында Мариуполь драма театрының труппасы ишғал етілген Қырым бойынша екінші кере гастрольде бұлына. Сон кекере Ахмежитке айны репертуарнен 2022 сенесі ноябрь айында келген еділер. Мариуполь драма театры 2022 сенесі мартның 16-сында Русияның ава ұжымы ile бүтінле yok етілген сон тек 8 ай кечкенінен. Мариупольдегі театр бинасы руслар шерні ұжымлері ile yok еткені вақыт сығынақ вазифесіні бежіреді. İçeride 500-ден 1200-ге қадар ерлі сакен бұлынайды. Руслар тарафындан бина йықылған сон театрның түбіндеке сығынақ қысмен сағлам қалғаны белі олды. Андан тек 130-ға яқын инсан құртарылды. Здесь беженцы прятались в драмтеатре. Там осталось под завалами больше 1000 мертвых людей, которые сбежали с окраин города в надежде, что их пощадят. Да! Вот он, русский мир, ребята. 2022 сенесі декабрь айында ишгалжылер Мариупольдегі театрның веранелеріні йықтылар. Бойлеже женг жинайетінің излеріні гизлемеге тырыштылар. Бұл бинаның тимсалігіні аңлаған соңра Москва шымды Мариуполь филармониясында ерлешкен ғайрадан тікленілген иханетші театрға пара ятырмаға башлады. Яңыланған труппа шымды Русия ве ишғал етілген шерлерде гастроллер керчеклештіре. Туған ве йықылған театрның қатырасыны есе сеслендірмейлер. Азиз Ахтемовна Русияның Красноярск шайрындеке бірінші аписханесінде таптылар. 4 сентябрде Енисейск шайрындеке рус колониясындан изаатсыз көчірілген соңра Қырым татармабусының қайда олғаны беліде келеді. Азизнің ана бабасының почта құтысына бірінші хабер келді. Бұл ақта мабюсның омер арқадашы Адиле Ахтемова білдірді. Оның айтқанына көре мабюсның мақсулатлары алмақ ile бағлы проблемлері бар. Азиз Ахтемов умут етеке бір шейлер сатын алмақ үшін оның есабындан парасыны ауыштырып олырлар. Чүнки анда тек чай бар екен. Ләкин бұның бек ихтималы олмағаныны язам. Мабюс 2 hafta Красноярск изоляторында олажағына айтты, ама Хорантаби достарына yazılған мектуплерінің тарихы 18 сентябрьге айт еді, дей Адиле Ахтемова.
Дивно те, що відразу після того, як Азіза вивезли з Єнісейська, я відразу ж написала листа на ім'я чоловіка в СІЗО-1 Красноярська. Однак мені надійшла відповідь про те, що адресат уже вибув. Азиз Ахтемовна Енисейсктен кечирген соң Милли Мejlis рейисінің бірінші муавины Нариман Желял мабюсның аписхане муддеті енді бітежегіне оны ағыр шартлы колонияға йолламақ кереклігіні қайд еткен еді. Газ бору yolында диверсия япқанында қабатланған Қырымлы Азиз Ахтемовна 13 жыл аписке қападылар ве 500 000 рубле пара жазасы үкіміні шығардылар. Оның қардашы Асан Ахтемовна есе $500 000 рубле жүремесі еле 15 жыл аписке қапаттылар. Айны заманда Нариман Желялға 17 yıl apis жазасы үкімі ве 700 000 рубле пара жазасы берілді. Июнның сонында мабюс алмашыруындан соңра Нариман Желял газборы диверсиясы деп адландырылған дава бойынша Русия аписханесінден құртарылған екәне Қырым татар мабюсы олара қалмақта. Ишғал етілген Мариупольде чекеп алынған Ақияр Девлет университетлерінің филиалы açıldı. Шахсен Владимир Путин видео бағланты вастасынен 2022 сенесі шерны ишғал еткенлері вақыт Рус ишғалжылері тарафындан йоқ етілген Украина университетінің еріне Азов Денис институты деп адландырылған Моисенің шеретіні кесті. Ишғалжы акимиет 15 000 квадрат метр мейданлығы олған 4 бинаның ғайрадан тікленулеві ве 150 кешілік ятақханелердің құрылмасы ақындай сабат бере. Бұйық женгтен Руслар тарафындан йоқ етілмезден евел Азов Деңіз институты Одесса Деңіз академиясының филиалы олып, Шарқи Украинада етекчі Али Деңіз тәсіл муэссесі сайылайды. Анда 3 факультетте дерс беріледі. Шу сырада деңіз гемилерінің навигациясы ве идаресі, геми техники системалары ве комплекслеріні идаре етмек, әмде деңіз ве озен нақлияты саасында идаре. Бүгін Мариупольның бүтін деңіз инфраструктурасы Руслар тарафындан аман-аман йоқ етілді. Запт етілген лиман есе эснавчылық ве ишғал етілген топрақлардан қырсызланған боғдай ве көмірні тышқа шығармақ үшін қолланыла.